азыркы прям андай козголуп аткан сурактар, махыр дегенге калай карайсың жалпы? Андай нерсе бар. Махыр деген нерсе эркек болсун, пенде болсун, сын айта алмайт. Себеби Алла Таала уруксат берип койгон. Биринчи, эң үлкен нерсе, ким уруксат берип койгон? Алла уруксат берип койгон. Пенденин пикири маңызды эмес. Кыз канча сурайма? Сурасын, пожалуйста. Дәл солай Алла Таала эркектерге де не берип койгон? Уруксат берип койгон. Экөө, үчөө, төртөөгө дейин үйлөнүүгө. Оган айылдар не айта алмайт? Артык сөз айта алмайт, пикир айта алмайт. Бири-биримизге аралашсаңыз, короче, бирде бир го. Энди кара, экинчи жагы бар. Энди махыр. Омар радиаллаху анху кезинде махырдын багасы типтен кымбаттап кеткен го. Кәдімгі аспандағы айды сұрайтын маған ол кезде. Сол кездегі жеттерді сұрайтын маған. Жеттерді сұратқан кезде Омар радиаллаху анху шек қояды. Сұрасаңдар, 10 дирхам болса, бір 4000 дирхамның көлемінде, почти бір бағана 100 000 теңгеден примерно бір ары кетсе, содан кем болмау керек. 50 жоқ, 100 мыңнан 80 мыңнан көп болу керек. 80 мыңнан 100 000 теңгенің жоғарысында болу керек. Махырдың шарты сондай құнды нәрсе болу керек қой. Патологы сол 4000 дирхам, 4000 дирхам болуы мүмкін. Ол біздің ақшамен есептегенде примерно ары кетсе 30-40 миллионның үстінде шығар енді. Үлкен ақша ол да енді. Солай шек қояды. Сол сөзді айтып жатқан кезде әйелдер айтады: Алла Тағала Құранда рұқсат етіп қойған нәрсеге сен қалайша өз пікіріңді қосасың? Алла Тағала рұқсат етіп қойды, ол біздің ақымыз, біз сұраймыз дейді. Сен кімсің дейді, бізге оны шектеу қоятын дейді. Омар радиаллаху анху сол кезде тұрады да, Омар қателесті дейді да, сөзімді қайта алдым дейді. Әйелдердің махыр сұрауында проблема жоқ, бірақ пайғамбарымыз мақтайды. Махырды күйеуінің жағдайына қарап сұраған әйел ең мақтаулы әйел дейді. Пайғамбарымыз мақтайды да оны. Ал енді жоқ, махырым андай болсын, махырым мынандай болсын, аспандағы ай, самолет, жет, машина анау мынау болса, пожалуйста.